Қош келдіңіз. Тағы да ассалаумағалейкум. Сізді алтыншы модуль үй тапсырмасын аяқтауыңызбен құттықтаймын. Емтиханға, емтихандық сұхбатқа қош келдіңіз. Қазір сізге менің тарапымнан бірнеше сұрақтар қойылады. Курс бойынша өткен материалдарға байланысты, курс бойынша алған тәжірибеңізге байланысты, шынайы өзіңіздің ойыңызбен жауап берсеңіз деген өтініш бар. Сұрақтардың бағыты курста өткен материалдардың, курста өткен тақырыптардың бағытымен сай, пара-пар десек те болады. Ол бірінші кезекте балалар және жасөспірімдер футболындағы жаттықтырушының рөлі. Сонымен қатар жаттықтырушының балалармен байланысы, кері байланысы, жаттығу процесінде позитивті орта құру, қалай құру керек деген сияқты, пайдалы жағы қандай, оның артықшылығы қандай. Сонымен қатар жаттығу процесіне келетін болсақ, оны жоспарлау, дайындау, өткізуге байланысты сұрақтар болады. Сонымен қатар коучинг, бірінші кезекте педагогикалық қарым-қатынас балалармен қай мезгілде болады, жаттығу барысында қалай жүзеге асырылады деген сияқты. Ойынға аналитика, талдау жүргізу, ойынның мақсаты қандай сіз үшін жаттықтырушы ретінде. Сонымен қатар өзіңізге байланысты кері байланыс, курс бойынша алған қорытынды ойыңыз, пікіріңіз жайлы ақпарат берсеңіз, сол жеткілікті. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шамалы қабыл отырмын. Ештеңесі жоқ, уайымдамаңыз. Қатты бір университеттегідей форматтағы емтихан емес. Жалпы өзіңізді бос, емін-еркін ұстауыңызды сұраймын. Шынайы жауабыңыз бізге жеткілікті. Оның қаншалықты дұрыс емес екені кейін белгілі болатын болады. Қатты қобалжымаңыз. Көп жағдайда бірінші кезекке, бірінші сұраққа да өте берейін. Көп жағдайда ата-аналардың тарапынан және жалпы қоғамда әріптестердің арасында жақсы тренер деген ұғым кішкене бір дұрыс емес жағынан қабылданып жатыр да, дұрыс емес жағынан көрсетіліп жатыр. Көбіне ата-аналар тарапынан жақсы тренер дегеніміз ол үнемі бірінші орын алатын, командасы үнемі үздік болатын, жарыстарда топ жаратын, сондай жаттықтырушыны, медаль, атаққа құмар жаттықтырушыларды көбіне жақсы тренер деп балаларын сондай тренерлерге беруге ұмтылады. Бірақ шын мәнісінде курста алған біліміңізге сай, көрген тәжірибеңізге сай, сіз үшін жақсы тренер, успешный тренер деп айтамыз ғой. Сол успешный тренердің сипаты қандай? Түр болмысы қандай? Негізі біздің жауап бере берсем болады ма? Балалар, жасөспірімдер форматын алып қарастырамыз біз. Біздің категория 6-12 жасқа байланысты алып қарасақ, біз бұл кезде баланың бірінші кезекте фундаментін құю мәселесімен айналысу керек. Қазіргі кезде бірінші орын алуға ойнайтын тренерлер бар. Оларды мен осуждать ете алмаймын жалпы. Әр адам өзінің жеке принципіне байланысты. Дұрыс айтасыз. Ал менің принципім бойынша бірінші кезекте мысалы 20 бала тәрбиеленсе бір командада, 20 баланың 20-сы футболист болуы мүмкін емес. Міндетті түрде. Сол жерден 20 жақсы адам, яғни 5 жақсы футболшы шықса, яғни сол 5 футболшының фундаментін дұрысынан құйсаң, ертеңгі кезде мынау тренер кім деген кезде соны көрсететіндей. Менің ойымша сол модуль сол тренер. Қалған балаларға біз не береміз сонда? Өмірлік тәжірибе беруге болады, тәрбие беруге болады. Өте дұрыс. Коллективный тәрбие ғой бұл, футбол дейтін. Бірінші кезекте ортада бейімделуіне Қоғамда көмектесуіміз өзін қалай ұстау керек. Сонымен қатар жаттықтырушының мақсаты баланың қандай да бір қабілеттерін ояту, ашу, жаңа қырынан таныту. Бәлкім футболда емес, басқа бір жағынан оның
дағдылары, талаптары, мүмкіндіктері жоғары шығар. Сол жолын табуды. сосын Аха. сосын бір ойым бар да, мына 6-12 жас қой енді біздің профильный жас. 6-12 жаста кейбір балалар өзі ерекшеленбеуі мүмкін, Мгм. топ жарып алдыға шықпауы мүмкін. Дұрыс Ол айтасыз. бірақ потенциал болуы мүмкін белгілі бір деңгейде. Мгм. Соны Дұрыс көріп айтасыз. әрі қарай дамытып, ол келесі этапқа дейін ол баланы сол жерде сақтау керек та. Кейбір балалар болады жаңағы 17-18 келгенде ашылады да үлкен футболға. Мгм. Өйткені физиканың барлығы сол кезде бірдей қалыптасады ғой. 18 Иә, келгенде иә, дұрыс уже айтасыз. балалар футбол қояды да физикасы бірдей болып кетеді балдар. Мгм. Соған дейін кейбір балаларды жаңағы аман сақтап қалу керек футболда. Сонымен жұмыс Өте жасау керек керемет. та. Результатымен. Мгм. Керемет. Балалармен коммуникацияға байланысты келесі сұрақ. Бәріміз білеміз, жаттығу барысында тренер позитивті орта құру, қауіпсіздік орта құруға ұмтылу керек. Соның қаншалықты маңыздылығы бар, қалай ойлайсыз? 100% маңыздылығы бар. Себебі аура жаман болса, Мгм. процестің барлығы нашар өтеді. Менің өзімнің басымнан өткен Мгм. боулингтің ненің былай шет жағасын көргенмін да. Мгм. Ондай орталарда ол процестің қайда қалғанын, тренер қайда екенін, баланың қай жерде жүргенін таба алмай қаласың. Мгм. Сол үшін бірінші күннен бастап белгілі бір цель қою керек позитивный атмосфера бойынша. Мгм. Міне мынандай керек маған, мынандай керек, осындай дүниелерді атқарамыз және мына рамкадан аспаймыз деген граница қойған жағдайда Мгм. сол границадан аспай сол позитивный неден сақтап сол Мгм. кезде бір белгілі бір деңгейде процесс кезінде прогресс болатын сияқты. Керемет. Ал Жа... Айта беріңіз. ал жаңағыдай негативный атмосфера болса, ол ешқандай смыслы жоқ. Мгм. Деген әңгіме көбейіп кетеді да, ол Мгм. пайдасы жоқ деп. Соның Түсінікті. үшін граница қою керек деп ойлаймын бірден. Балаларға Мгм. да өзіңе де аспайтын. Керемет. Өзіңіз жаттықтырушы ретінде балаларға ойынның қорытындысы ретінде қандай аспектілерді негізге аласыз? Қандай аспектілерді балаларға негіз ретінде қалыптастырасыз ойын барысында? Бірінші кезекте алаңдағы қозғалысы, Мгм. бірінші кезекте алаңдағы қозғалыс, сосын поляны көру, Мгм. бас басты түсіріп алып, сосын допқа тек доппен ойнау емес. Лучше сен алаңды сезініп көр. Мгм. Доп саған келмеуі мүмкін, бірақ сен дұрыс қимылдасаң, ол әрі қарай нәтижесін береді өзі. Бүгін Мгм. болмаса ертең, ертең болмаса арғы күні деген сияқты. Солай Керемет, иә. көбінесе. Дұрыс айтасыз, иә. Біз сіздерге бір статистиканы да келтіргенбіз, иә. Ойын барысында әрбір ойыншы ары кетсе бір 3-4 минут қана уақытын доппен ғана өткізсе, қалған уақыттың бәрін допсыз жүреді деп. Сондықтан допсыз жүргендегі баланың іс-әрекеті, қимылы, өз-өзін қалыптастыру аса маңызды. Жақсы, керемет. Енді балалар жасөспірімдер циклында, апталық циклында бізде үш жаттығу процесі және бір ойын болады, иә? Әдетте солай болады. Сіздерде де солай шығар. Соған байланысты сіз жаттықтырушы ретінде осы үш жаттығу процесі мен ойынның арасын не байланыстырады деп ойлайсыз? Неге мән Қорытынды. бересіз? Қорытынды байланыстырады деп ойлаймын. Жаңа Мгм. үш тренировканың нәтижесін сол соңғы ойында Мгм. бір белгілі бір процентажды көрсету керек та Мгм. алаңда. Мгм. Мысал келтірсек. Қорытынды деген сөзбен байланысты. Мысалы бір апталық циклда дриблингке байланысты тренировкалар өтсе, Мгм. сол ойында дриблингке байланысты бір ойыншы бір нәрсе істесе, вот сол плюс уже. Мгм. Яғни, Солай қорытындылауға болады. яғни басты назарды нәтижеге емес, апталық циклда өткен бағытқа көп жағдайда соған көп мән бересіз, иә? Иә. Өте керемет. Егер мысалы тағы да бір жағдай болып жатады, бұны курста да байқадық, жалпы жұмыс барысында да көп кездесіп тұратын жағдай, жаттығу барысына дайындалған кезде план конспект құрып, әдемі қағазға түсіріп, оны әспеттеп, суретін салып, эскизін салып, макетін салып, барлық қажетті міндеттемелер мен қағидаларын жазамыз да, керемет қып. Жаттығу процесіне шыққан кезде белгілі бір дәрежеде ойымыздан шықпай жатады. Соған байланысты жаттықтырушы ретінде сіз қандай түзетулер мен ауыстырулар енгізу керек?
Неге байланысты? Енді қиын өтпеуінің себебі ол, скорее всего, қиын болып кетеді да Мгм. балаларға. Жеңілдету керек шығар, бірден сол жерде көріп тұрсың ба, оны до конца бірден өзіңнің принципіңнен қайтпай таға берсең де ол жүйесіз болады да. Лучше сол жерде алмастыр, өзің қатеңді мойында да Мгм. қарапайым қылып алмастырып жібер, болды. Сол кезде пайда болады. Неліктен өтпеуі мүмкін, сіздің ойыңызша? Деңгейге байланысты мүмкін қағазда оңай көрінетін шығар. Анау Мгм. қағазда бәрі идеальный көрінеді. Алаңға Иә. шыққан кезде түрлі факторлар болады ол. Неше түрлі. Мысалы, бір күн жаңағы бала саны болмай қалуы мүмкін. Мгм. Бір күні көп болып кетуі мүмкін. Ол жерде түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Соған сай адаптация жасап үйрену керек та. Керемет, иә. Деңгей дедіңіз ғой. Кімнің деңгейі сай келмей қалуы мүмкін сонда? Енді балалардың деңгейіне қарауға болмайды Балалардың. негізі жалпы. Бірақ деңгейіне былай аса қатты назар аударып фокус қойып, сенің деңгейің мынандай деп қарауға болмайды. Бірақ Мгм. жалпы балалардың деңгейіне шама шарқына сай келетін жаттығуды Берген абзал, беріп иә. бастап, жоғарыдан төменге қарай, төменнен жоғары қарай алу керек қой. Мгм. Керемет, жақсы. Ойын аналитикасына келетін болсақ, ойын мен мысалы бір ойында сіз бөтен бір қарсыласпен ойнап жатырсыз, танымайсыз мүлде, бірінші рет ойнап жатырсыз. Соған байланысты ойын өту барысында сіз жаттықтырушы ретінде қандай маңызды бағыттарға көз жұмсайсыз? Неге мән бересіз? Қарсылас командаға байланысты ма? Иә. Жоқ, өзіңіздің командаңызға Өзіміздің. байланысты, қарсылас командаға байланысты, футболшыларыңызға байланысты. Бәлкім өзіңізге де байланысты шығар. Ойын Енді ойын барысында көп жағдайда неге мән бересіз? Балалардың ә, оңай гол салып, я болмаса бір қиналып, ойнай алмай жатқанына мән бересіз бе, или әлде ойынның ішіндегі белгілі бір өзіңіздің назарыңыз, фокусыңыз бар ма? фокусы бар заттарға мән беретін шығармын. Жаңағы айтқандай ғой. Мгм. Алаңда кім қалай қозғалады, соған мен соған ғана қараймын негізі, шынымды айтайын. Мгм. Көбінесе соған фокус қоямын. Жалпы 10 гол сала ма, мысалы 20 гол сала ма, оның қатты бір разницасы жоқ. Егер Мгм. сапалы ойнап ұтылып қалсаң, ол жерде де плюс алып Иә. қарауға болады. Мен, скорее всего, качествоға қараймын Мгм. өзім жеке. Қандай качестволар болуы мүмкін? Ыыы, енді әртүрлі фазада әртүрлі ғой. Мысалы, қорғаныста жаңа коммуникацияға қарауға болады. Мгм. Қозғалыс, синхронный қозғалысқа, Мгм. страховка деген сияқты детальдарға мән беруге болады. Шабуылда ше, Шабуыл кезінде біз доппен кезде. доп бізде болған кезде мысалы алдыңғы шабуылда жекелеген ойыншылардың қарым қатынасына стенка, Мгм. дриблинг бар ма, стенка, Мгм. забегание бар ма, мысалы жаттығуда өткен түрлі түрлі заттар ойында бізге әкеліне ма жоқ па, болмаса біз басты төменге түсіріп алып қарапайым футбол ойнаймыз ба, Мгм. соны шешіп алу керек та. Маған мысалы әшейін жаңағы гол салған футбол ұнамайды. Мгм. Маған лучше сапалы футбол, ұтылып қалсам да сол Мгм. керек. Соны Мгм. талап етемін ойында. Жақсы, рахмет. Жалпы оқу барысында ә, өзіңіздің енді оқу барысы өтіп жатыр деп ойлайық. Екінші модуль, төртінші модуль, алтыншы модуль, резидентный модульдарда біз жиналып тұрдық. Сол кезде белгілі бір моментте өзіңіздің осы уақытқа дейінгі жасап келген іс-әрекетіңіз дұрыс емес екеніне көз жеткізген сәттеріңіз болды ма? Болды. Мгм. Қандай сәттер А, мысалға? Біріншісі, мен подвижный играны түсіндім осы курста. Мен Мгм. ойлайтын разминка жасау керек деп ойлайтын балаларға. Мгм. Мгм. Ал оны мен подвижный игра арқылы әкелу керек екенін осы түсіндім төртінші Мгм. алтыншы модульге. Қандай Сосын пайдасы бар екен? а, қызығушылық жағынан жақсы. Мгм. Сосын білінбей разминка салады. Ана жерде ешқандай білінбей кетеді разминканың несі. Ал ойынның арасында Мгм. и как тренировочный процесс сияқты сен ана жерде лестница қойып координацияға жұмыс жасап жатпайсың, просто білінбей кетеді. Бір 10 минуттың Мгм. ішінде балалардың денесі қызып тұрады. И плюс Мгм. қызық форматта ойын форматы балалардың Мгм. көңіл күйін көтереді. Мгм. Дұрыс. Соны білдім. Мгм. Сосын последовательность жағын білдім. Мгм. Мысалы, бір тренировкаға жаңағы басынан бастап
соңына дейін бір тақырыпты байланысы болу керек деп. Мен басында менде байланыс болмайды. Мен мынаны жасайын да екіншісі упражнение кезінде басқа дүниеге өтіп кетуім мүмкін. Ал Мгм. қазір план конспекттен бастап уже мен миымда бір белгілі бір картина бар да. Мгм. Төменнен жоғары қарай бәрін освет еткен мысалы. Керемет. Сол. Жалпы жаттығу процесіңізді, циклыңызды қалай жоспарлайсыз қазір? Менде енді шынымды айтсам қазір команда жоқ. Бірақ М, Жоқ, болса өзім қалай осы жоспарлар едіңіз? Неден бастар едіңіз? мен бірінші тақырыптан бастайтын едім. Мгм. Сосын аптаға бөлетін едім. Мен Мгм. либо ай, либо апта, 2 апта немесе бірден бір ай деп сразу Мгм. өзім бөліп, сосын 2 апталап дайындайтын шығармын деп ойлаймын енді өзім. Мгм. Екі Жақсы. тақырып 2 аптаға бөліп. Мгм. Қандай тақырыптар болуы мүмкін? Қазіргі кезде ма? Енді түрлі тақырыптар болуы мүмкін. 2-2-ден бастап, 1-1 Мгм. бастап, Мгм. оның арасына жаңағы түрлі тақырыптарды кіргізе беруге болады. 3-ке, үш, Жақсы. 4-ке, 3-ке дейін алып. Мгм. Ол жекелеген және топтық жекпе-жекке байланысты ғой, иә. Сонымен Иә, қатар техникалық тұрғыдан да тақырыптарға бөлуге болады. Бір аптада мысалы тек қана ведение, дриблинг, финтпен айналысатын болсақ, келесі аптада прием, передачамен айналысуға болады деген сияқты. иә. Ол да бір былайша айтқан кезде нұсқау. Ендігі келесі сұрақтың легі үш сұрақтан тұрады. Сіздің жалпы курсқа дейінгі ойыңыз, курс өтіп жатқан кездегі қалыптастырған ой елегіңіз және курстан кейінгі болашақ жоспарыңыз. Сонымен, курсқа дейін Кәрім қандай ә, тренер еді? Оның Курсқа дейін мен балалар және жасөспірімдер футболындағы рөлі қандай еді жаттықтырушы ретінде? шынымды айтсам менде оған дейін рөл болған жоқ. Мен Мгм. былайша жаңадан бастап жатқан адаммын. Мгм. Олай шынымды айтып жауап бере аламын. Мгм. Белгілі бір картина болды. Кезінде өзім центрда ойнағанмын. Жалпы былай хабарым бар. Мгм. Бірақ тренер ретінде менде опыт болған жоқ. Мгм. Жеке клубтарда істеп көрдім, бірақ ол жерде менде тіпті түсінік болған жоқ. Мгм. 1 ай, 1,5 ай картина болған жоқ менде, Аха. шынымды айтайын. Ал қазір курсты өтіп болдыңыз, белгілі бір дәрежеде білім алдыңыз, тәжірибе алмастыңыз, әріптестеріңізбен түрлі тәжірибелер алмастыңыз. Бізбен де сұрақ жауап кері байланыс арқылы белгілі бір дәрежеде тәжірибе алдыңыз. Қазір бұл курс сізге қандай әсер етті? Қазір сол картинасы жоқ адамнан картинасы бар адамға айналған шығармын. Көз алдымда Мгм. уже барлық дүниелер Мгм. плюс минус барлығы көрініп тұрады менде уже. Мгм. Тренер деген кезде, Жүйелі жұмысыңыздың жоспары бар ғой, былайша айтқанда. иә, бар. Жақсы, керемет. Енді адам баласы болған соң көп жағдайда армандаймыз, болашаққа бағдар іздейміз. Соған байланысты болашақ 2-3 жылдың көлемінде жаттықтырушы Ислам Кәрим қайда және кім болады, қалай ойлайсыз? Мен А категорияға дейін тезірек барғым келеді 2 жылда. Мгм. Не Сондай себепті? арман мақсатым бар. Не себепті? Мен енді үлкендермен жұмыс жасағым келеді. Проға Мгм. барғым келеді. Мақсат Мгм. арманым сондай. Лига чемпионға шыққым келеді. Қайсар шығарғым келеді. Жақсы, керемет. Ол жолда не істеуіңіз керек? Еңбек ету керек қой, іздену керек бірінші кезекте. Тынбай Мгм. ізденген жағдайда ғана болады. Мгм. Түрлі тәжірибе алмасу керек, Мгм. еңбектену керек бар бірінші кезекте. Дұрыс айтасыз. Тек қана еңбек пен ізденістің арқасында өзіңіздің қаншалықты біліміңізді жақсартуға болатынына көзіңіз жеткізеді деп ойлаймын. Рахмет, шынайы жауаптарыңызға да рахмет. Курс бойы сіздің ә, курсқа деген қарым-қатынасыңыз үшін рахмет. Өйткені көп жағдайда білініп тұрды тәжірибеңіз аз екені, бірақ соған қарамастан өзіңізді жинақы ұстап, жауапкершілігіңізді жоғалтпай, керісінше кейбір моменттерде табандылық танытып, істей алмай жатқан дүниелеріңізді тез жиналып аяқтап, межелі жеріне дейін жеткізгеніңіз бірінші кезекте мінезіңіз бен қайсарлығыңызға байланысты шығар деп ойлаймын.
Өзіңіз айтқан арманыңызға жету жолында барлық мүмкіндіктеріңіз бар. Соған тек қана алдыңыздан жақсы адамдар, мүмкіндіктер шыға берсін. Болашақ курстарда сізді көреміз деген ойдамыз. Іске сәттілік. Үлкен рахмет. Жақсы, рахмет. Сау саламатты болыңыз. Сау болыңыз, рахмет.